ағы деген жерді кеш баласасын шығар. Или басына түсіре салайықшы lan. Ойланып қалғансың ғой не айтарым деп. Сәлем құрметті Дарын онлайнның YouTube арнасының көрермендері. Бүгінгі біздің шығарылымыз ол ата-аналарға арналады. Ата-аналар жайғасып отырыңыздар, барынша сіздерге пайдалы болуға тырысамыз. Олай болса кеттік. Құрметті ата-аналар, мен сіздерге бір маңызды фактіні келтірейін. Адамның миы бала туылғаннан кейін бастапқы 6 айда 50%-ға дамиды. 50% қалыптасып үлгереді. Ал баланың миы 3 жасқа толған кезде оның миы 80%-ға дамып үлгереді. Ол дегеніміз, кез келген бала 80% миы дамыған кезде барлық бастапқы осы өмірге керекті информациялардың барлығы жинақталып үлгерді деген сөзді білдіреді. Қалған 20% ол өзінің өмір бақи өздеріне біртіндеп жинайтын нейрондарының байланысы арқылы пайда болады. Енді бұл жерден қандай түйін жасауға болады? Көп ата-аналар садикке барған кезде ғана балаларын тәрбиелеп жатады. Немесе бірінші сыныпқа барғаннан бастап оқушыларына, балаларына сабақ үйретуді, жаңа нәрселерді үйретуді бастайды. Бірақ та менің осы алдында айтқан тұжырымға келетін болсақ, 3 жасқа дейін кез келген бала барлығын қалыптастырып үлгеріп қояды. Сол себепті егер де сіз садик жасынан бастап, мектеп жасынан бастап баламды тәрбиелеймін десеңіз, онда сіз кеш қалып қойдыңыз. Сол себепті құрметті ата-аналар, әрбір сіз дүниеге нәрестені алып келгеннен бастап, оның 3 жасына дейін өте маңызды кезең. Осы жасқа дейін балалар, байқасаңыздар, мен 2 жасым, сөзімнің арасында айта келейін, 2 жасар інім машиналардың барлығын маркасын менен жақсы білетін. Не себепті? Өйткені олар образбен жақсы естеріне қабылдайды. Айтқым келгені, сіздер 3 жасқа дейін осы уақытты жіберіп алсаңыздар, онда қиын болады. Бірақ та бұл бітті деген сөз емес, одан кейін де үйретуге болады. Бірақ осы бастапқы 3 жасты жіберіп алмасаңыздар. Енді келесі құрметті ата-аналар, осы 3 жасқа дейін көптеген ата-аналарда не істесек болады деген сұрақтар пайда болады. Ол сұраққа негізі өзіңіз бізде 160 баланы дамытуға арналған кітап деген интернетте бар. Соны қарап, сол жердегі ойындарды балаңызға көрсетсеңіз болады. Одан бөлек балалар негізі туылғаннан кейін образды жақсы танып бастайды. Яғни 6 айдан кейін баласы әкесі мен анасын ажыратылады. Әкесі мен анасынан басқа бір адамға барған кезде бала жылайды, анасының қолына келгенде қайттан күліп, жылауын тоқтата салады. Бұл нені білдіреді? Бала образды 6 айдан бастап жаттайтынын білдіреді. Яғни сіз 2 жас, 1 жастан кейін балаңызға туларды жаттататын болсаңыз, ол қазіргі сізден қарағанда кез келген тудың қандай мемлекеттің туы екенін жақсы айтып береді. Сондықтан осы жас өте маңызды. Бұны бізде «После 3 поздно» деген кітапта осы жайлы толығымен айтады. Сол кітапты да сіздер ата-аналар оқып, балаларыңызға пайдалансаңыздар дұрыс болатын еді. Екінші, құрметті ата-аналар, айтқым келетін нәрсе, ол егер де сіз балаңыз уже 3 жастан асып кетсе, енді бастауыш мектебінде немесе үлкен болса не істеу керек? Ең үлкен салынатын инвестиция ол баланың болашағы үшін салынатын инвестиция. Сіз сол себепті қазірден бастап өзіңіздің балаңызды, ініңізді болсын, инвестиция салудан аямаңыз. Қазірден бастап балаңызды ағылшын тілі курсына жіберіңіз. Балаңызбен тілдесіңіз, оған не қызық? Оған мүмкін футбол қызық па, мүмкін шахмат, мүмкін жүзу. Сол өзінің қызығатын направлениясы, бағыты бойынша сіз оған қосымша тренермен дайындықты беріңіз. Ешқандай олимпиаданың чемпионы тренерсіз чемпион болмаған. Сол себепті сіз өзіңіздің балаңыздың чемпион немесе осы қандай да бір саланың жетістікке жеткен тұлғасы ретінде көргіңіз келсе, онда тренерді алу ол міндетті. Оны бала өзімен өзі бәрін біліп кетеді деген сөз қате тұжырым. Құрметті ата-аналар, айтқым келгені, инвестицияны балаға қазірден салыңыздар, ол болашақта міндетті түрде сізге қайтады.
өзім мысал ретінде мен өзімде алсам болады. Ата-анамыз маған кішкентай кезімнен бастап өте көп инвестиция салды. Соның нәтижесі ретінде біз осындай республикалық деңгейдегі платформаны жасадық. Бүткіл әлемді аралап жүрміз. Әке-шешемізді де шетелге жіберіп жатырмыз. Оның барлығы ненің арқасында? Сол ата-аналарымыздың бізге кезінде дұрыс салған инвестициясының арқасында. Үшінші, құрметті ата-аналар, сіздерге айтатыным, егер сіздің балаңыз футболды жақсы көретін болса, сіз футболды жек көрсеңіз де, бірақ сізге придется сол футболды жақсы көруге. Себебі сіздің балаңыздың интересі мен сіздің интересіңіз бірдей болмаса, сіз балаңыздан бөлектеніп, сіз балаңызға бөтенсіне беретін боласыз. Яғни сізге ол как мама и папа ретінде ғана қарайды, а бірақ сырласы, досы, сізбен ақылдасатын кеңесшісі ретінде сізді бәрі бірдей көрмейтін болады. Сол себепті сіз өзіңіздің балаңыз, ініңіз немен қызығады, сомен сіз де қызығып, сомен толығымен осы сфераға кіргеніңіз абзал. Осы басты үш нәрсені, құрметті ата-аналар, айтқым келген. Инвестиция салуды тоқтатпаңыз. Егер балаңыз әлі 3-ке толмаса, онда осы моторикаларын дамыту бойынша, образдарды жаттату бойынша балаңызға барлық нәрсені біліңіз. Бұл 3 жасқа дейін балаңызды дамыту деген сіздің балаңыздан гений шығару емес. Бастысы осы 3 жасқа дейін алған барлық тәжірибесімен баланың болашағы анықталады. Сол себепті баланың болашағы өзімен өзі душа, тело, разум деп айтады ғой. Балаңыз ақылды, балаңыз денесі, өзі дені сау. Үшіншісі, ол духовно өзі бай бала болғанын қаласаңыз, осы 3 жасқа дейін направленияны, бағытты дұрыс беріп үлгеріңіз. Енді ең соңғысы, балаңызбен бірге, балаңыз қызығатын нәрселерге қызығып, сонымен бірге дамыңыз. Әрбір бала өзімен бірге сізге жаңа инсайт әкеледі, және де сіз кішкентай кездегі сезілген сезімдердің барлығын өзіңіздің балаңызбен бірге сезінуге мүмкіндік туады. Сол себептен тағы да бір жастық шағыңызды, балалық шағыңызды бір сезінгіңіз келсе, балаңызбен бірге тағы да бір бала болып көріңіз. Құрметті ата-аналар, бүгінгі түсіріліміміз сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Егер де сұрақтарыңыз болса, төменге жаза кетіңіздер. Барынша білгенімізше, оқыған кітаптарымыздан көргенімізше, ата-ана ретінде кеңестерімізді жазуға әрдайым дайынбыз. Сау болыңыздар. 사랑요. 사랑겨. Все.